Сәлем. Сіздерді өзімнің каналымда көргеніме өте қатты қуаныштымын. Бұл видеода сіздерге мен темперированиенің ең тиімді 3 әдісі жайлы айтатын боламын. Жалпы темперирование түрлері өте әртүрлі, оның әдістері де әртүрлі. Мен осы видеода сіздерге өз үйіңізде жасауға болатын ең тиімді 3 әдісін айтатын боламын. Ал енді давайте кеттік. Ең бірінші әдіс бұл водяной баняда, яғни сулы баняда темперирование жасау әдісі. Бұл әдіс ең қолайлы. Жаңадан нөлден бастап жатқан қыздарға мен осы әдісті қолдануға әркез кеңес беремін. Себебі бұл жерге көп құрал жабдықтың қажеті жоқ. Үйдегі бар осындай пешпен, газ болсын, осындай электронный индукционный болсын, басқа да плиткалар болсын, соларға да жасай беруге болады. Бұл жерге бізге ең бастысы плитка болу керек, және де осындай кішкентай кастрюля и үстінен осы шоколадымызды салатын миска қажет. Миска шыны да болсын, пластик болсын, бәрібір өздеріңіздің таңдауларыңызға қарай. И осы водяной баняда мына жерге, яғни кастрюлямыздың ішіне су құямыз. Су міндетті түрде аса көп болмау керек, яғни мына үстіне қоятын мискаға су тимеу керек. Яғни осылай қайнауға мұрша беретіндей қылдырып су құямыз, яғни қайнап бітіп қалмайтында қылдырып құямыз. Үстіне миска қойғанда шоколадымызды темперирование жасайтын боламыз. Қалай екен, келесі видеоларда көрсететін боламын. Жалпы сіздерге мен қазір қолайлы 3 әдісі жайлы айтып отырмын бұл видеода. Осы сулы баняны енді бастап жатсаңыздар, қолдансаңыздар болады. Яғни астындағы суды қайнату арқылы, қатты ыстыққа қоймаймыз, орташа температураға қоямыз. Менде орташа температура бұл 5. Өздеріңіздің плиталарыңыздың тілін түсініп алып, орташа температураға қойып, суды қайнатып тұрып, үстінен лопаткамен, яғни силиконовый лопатканың көмегімен араластырып отырып, ертіп темперирование жасаймыз. Бұл біздің ең қолайлы бірінші әдісіміз. Енді екінші әдіс бұл осы микротолқынды пеш арқылы, микроволновка деп айтамыз. Менің ойымша қазіргі 21 ғасырда бұл микроволновка әрқайсымыздың үйімізде бар, күнделікті тұрмыстық өмірде қолданамыз. Осы микроволновканың көмегімен біз тоже шоколадқа темперирование жасай аламыз. Яғни микроволновкаға осындай мискаға шоколадымызды салып, импульспен еріту арқылы осылай темперирование жасаймыз. Бұл жерде бір кемшілігі, яғни қолайсыздығы, бұл жаңадан бастап жатқан қыздарға әсіресе айтатын ескерту: шоколад жанып кетуі мүмкін. Яғни ұзақ уақытқа шоколад ішіне қойып, микроволновканы қосып кетуге болмайды, себебі шоколад бір орында қозғалмай ыстық жерде тұрғаннан жанып кетеді. Сондықтан да міндетті түрде импульспен темперирование жасаймыз. Яғни бұл екінші қолайлы әдістің бір түрі, микроволновка арқылы темперирование жасау. Келесі үшінші әдісі бұл осындай арнайы құрылғының көмегімен, яғни бұның аты мармит деп аталады. Осы мармиттің көмегімен шоколадқа біз темперирование жасаймыз. Яғни бұл мармитті мен уже бірнеше клиенттері бар, уже опыты бар, кәдімгідей жұмысы, күнделікті заказдары бар қыздарға алуға кеңес етемін. Әсіресе үлкен мерекелердің алдында, мысалға мұғалімдер күні, 10 март деген сияқты мерекелердің алдында осы мармитті алып жұмыс жасаңыздар. Өте қолайлы, яғни жұмысыңызды үнемдейді, уақытыңызды үнемдейді. Бұлардың түрлері өте көп, бірақ ең қолайлысы өзіме осы болды. Яғни бұл жерге компортқа, бұл жерге біреуіне 500 граммдай шоколад сияды. Яғни мына жаққа ақ шоколад темперирование жасаймын. Яғни қазір мен тек қана осы мармиттің көмегімен темперирование жасап жүрмін. Уақытты өте қатты үнемдейді, және де шоколадыңыздың темперированиясы әр кезде жақсы, дұрыс болып шығады. Яғни күйіп кетеді, ысып кетеді, асып кетеді деген сияқты болмайды. Және де бұл жерде бір температураны ұстап тұрады, яғни қолайлы. Мысалға рабочий температура 30 градус қой бізде, и әркез осы 30 градусқа қойып шоколадыңызды жұмыс жасай бересіз, яғни қатып қалады, жаңадан темперирование жасау керек деген сізде қорқыныш болмайды. Бұл әсіресе клубника в шоколаде жасаған кезде, үлкен көп заказдар жасаған кезде таптырмайтын құрылғы. Сондықтан да ең қолайлы әдіс осы үшіншісі, мармит арқылы темперирование жасау. Осы үш тиімді әдісін сіздерге мен көрсетіп кеттім. Сіздерге қай әдісі тиімдірек, қай әдіс сізге ыңғайлы қолдануға, соны қолданып темперирование жасасаңыздар болады. Каналыма міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта шоколадпен өз үйіңізде бизнес бастаудың қадамдарын айтатын боламын. Сондықтан да міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Видео пайдалы болса лайк басып, сұрақтарыңыз болса комментарийға жазып кетіңіздер. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.